Есть факты, на которых никто не хотел обращать внимание. Басы жарылады Арманның. Осы Қалқаман больницасында 1 жыл жатады. Біз убийство деп тіркеледі. Кімнен күдіктенесіз? 66 миллионды бізге қайтару керек болатын. Бұлар Турцияға қашайын деп жатыр деді. Мен қорқытты ғой сен, мен кім екенімді білесің ба? Сен кіммен тайталасып отырғанымды білесің ба? Мен сені жоқ қылып жіберем деген сияқты. Сол нәрсе Арманды шаршатқаны бар. Аса қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта Арман Дүйсенов ағамыздың жары, Абылай Арманұлының анасы Айсұлу Айданқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бүгінгі сұхбат, қадірлі көрермен, өте нәзік тақырыптар қозғалады. Бір өтінішім бар, сағынышпен емес, сабырмен жауап беруіңізді өтінем. Өйткені бұл тақырып сіз үшін ауыр, оны түсінеміз. Бірақ біз көрерменге көп нәрсені жеткізу керекпіз. Біріншіден, әділдікке жету жолында көп күрестіңіз, көп істермен қатыстыңыз. Сол жағдайда сізді қолдаған, сіздің қасыңыздан табылған кімдер? Қасымнан табылған Арманның достары. Арманды білем, Арман менің бауырым деген адамдардың барлығы қасымнан табылды. Көмек күшін аяған жоқ. Алғысым шексіз сол адамдардың барлығына. Енді Арман ағамыз күллі елге, халыққа аяулы азамат болды. Ол кісінің жасаған жұмыстарын, істеген істерін көпшілік біледі. Енді Арман ағамыздың өлімі жалпы жұмбақ жағдайда болды. Осыны бастан аяқ баяндап берсеңіз, өз аузыңыздан естісек, қалай болды шын мәнінде? Шын мәнінде біз үлкен ұлым Абылай екеуміз үйге ремонт жасап жатырған болатынбыз. Жұмысшылармен кездесуге жаңағы сатып алған пәтерімізге бардық. Өмірімізде бірінші мәрте черновой квартира алдық. Сол уақытта маған қоңырау соғылды. Ол кісі Иманмади Калилхан болатын. Тез жетуімізді заводқа сұранды. Арману плохо деп айтты. Сосын не болып қалды деп едім, тез жетіңіздер, скорый келе жатыр деді. Мен жолда келе жатып ол кісіні қайта-қайта алдым, набирать еттім. Ол кісі жауап қатқан жоқ. Біз заводқа жеттік. Заводқа жеткенімізде скорый тұрды. Біз ұлым екеуміз 2-ші қабатқа көтерілдік. Скорыйдағы сыртта күтіп тұрған фельдшерлармен. Сол кезде уже Арманның бетін жауып тастаған. Сосын не болды деп айтқан кезінде жүректен деді. Жүрегі тоқтап қалған деп айтылды. Содан кейін ұлым независимый судмедэксперт шақыртты. Следовательдер келді. Арманның барлық достары қасыма келді. Оның барлығы ешқандай жертөлеуде емес. Ол тіркелген нәрсе. 2 этаждық здание, заводтың территориясында, ешқандай студияда емес. Жаңағы жан тапсырды дедім. Сосын мен бұл жерге Арман не үшін келді деп сұрадым ғой. Бұл студия емес, не емес деген кезімде ол кісі айтты, таң намазына осы жердегі балалармен дәрет алды. Сөйтіп балалар сапқа тұрған кезінде ағасының сапқа тұрмай диванда былай не істеп
жатқанын көреді. Сөйтіп оятқан кезінде оянбаған. Маған солай деп айтылды. Одан кейін Арманның достары қасымда болды. Барлық мән-жайды айтып түсіндірдік, что қазір біздің квартира черновой вариантта екенін. Қазір пәтер жалдап тұрып отырғанымызды, ол жердегі Аблай пәтер жаңа хозяйкамен сөйлесті, келіскен жоқ жаңа Арманды сол жерге алып келуін. Одан кейін ағама хабарластым, үлкен үйді неге алдық, арендаға. Ол жерінде егесі келіскен жоқ Арманды сол жерге алып келуіне. Сол кезде балалар қасымда болған Арманның нелері осы жерден жуындырып шығарайық ары бері тасымай деген сияқты айтты. Молда кісі болды Арманмен араласқан, Кенжеәлі деген кісі, мешіттен шығарғанымыз дұрыс болады деп шешім қабылдадық. Мен де анам мешіттен шыққан, өз үйі бар болса да, мен үшін ол нәрсе бір жат болып көрінген жоқ. Менің анам четверг күні өмірден өтті, жұма намазға мешітке апарылды. Кейіннен ақпарат құралдары оның барлығын басқаша жеткізіп жатты. Бірақ әшейінде егерде мен сұхбат беретін болсам, жаңағы журналистер біз тексеруіміз керек өздеріміз деген сияқты нәрселерді айтады. Арманға келген кезде неге көп нәрсе тексерілмеді? Қаншама адам болды, жаңағы следователь болды, скорыйдан келген адамдар бар, өзінің жора жолдастар бар, баласы болды, мен болдым. Ол жерде бір неге, кімге ыңғайлы болды осындай ақпаратты елге таратуға? Есть факты, на которых никто не хотел обращать внимание. Бұның төркіні жаңағы Иман-Мади Калилханда жатыр. Қазір мен ол туралы айта аламын, себебі сот шешім шығарылды. Ол кісі 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Арман қайтыс болған кезде мен ол кісіден бізден алған ақшасы бар болатын. Ешкім ойламайды ғой, таңертең таң атқанда жолдасымнан болмаса жақын адамымнан айырыламын деп. Мен ол кісіден сразу ақшамды сұрадым. Аға, мынандай жағдай болып тұр, ақшамды жаңағы қайтарыңыз деп. Сол кезде ол айтты, мен қазір қарыз алсам да саған жеткіземін, ойымдама деген сияқты. Сосын жарайды. Мен ары қарай адамдар звондап жатты, жаңағы жалдаған үйге қарай кеттім. Ол кісі ақшамды әкеліп берген жоқ. Мен сұраудан шаршаған жоқпын. Ол жаңағы ертең ар күні 1 айдан кейін, 2 айдан кейін соза берді уақытты. Содан кейін мен ұлым айтты, сотқа жүгіну керектігімізді түсіндіріп айтты. Неге қазақшылыққа сала бересіздер? Әкем де қазақшылыққа салды. В итоге мынау не болды? Арыз жаздыңыздар. Арыз жазам деді, иә. Содан кейін осы Калилхан Иман-Мадиден зардап шеккен адамдар өте көп екен. Қолында құжаттар жоқтары бар, который арыз ешкім қабылдамайды. Қолында құжаттар барлардың юристармен кездесіп Алмалы ауданының несіне барады? Алмалы ауданының полициясына барады. Жанында жаңағы Санмет Плюс деген компанияның юристі болады. Сол кісіге барлық жағдайды айтып түсіндіреді. Жаңағы ол кісі жаңағы мен қорқытты ғой сен, мен кім екенімді білесің ба? Сен кіммен тайталасып отырғаныңды білесің ба? Мен сені жоқ қылып жіберем деген сияқты. Ол нәрсені ұлыма да айтты. Сол жайлы Санмет Плюстың юристі, ол кісі бізді де қорқытады. Егер де кездесуге шақыратын болса, бармаңыз, ол жаңағы нелермен жүреді, ОПГшниктермен.
Айсұлхан, бір нәрселерді анықтап алайыншы. Жаңағы Калилхан деген кісіге сіздер ақша бергенсіздер, өз ақшаларыңыз. 2018 жылы менің қызым Англияға оқуға кету керек болады. Сол нәрсені Иман Мади арманнан естиді. Оның қызы сол уақытта Англияда оқып жатады. Ақшаны жаңағы жатақханаға ақша төлену керек болады. Сосын тіл үйренуге менің компаниям арқылы жібер деп Арманды сендіреді. И біз Арман екеуміз фунтах ақшаны апарып береміз ғой. Енді ар жаққа ақшаны бізге жібердім деп айтады, ар жақ бізге ақша келген жоқ деп айтады. Ол бізге постоянно бір таблоны көрсетеді. Менің счеттарымды бұлағаттап тастады, сіздер қайтадан алып келіңіздер, мен ана ақшаны қайтарып жатырмын, қайтып аласыңдар деп. И Арман оған сенеді ғой. Сеніп біз жаңағы бала уже оқуға кету керек, бала ар жақта жататын жерін ата-ана ретінде қамтамасыз етуіміз керек, біз ақшаны апарып береміз. Олардың отбасы біздің үйде, біз олардың үйінде барып былай отбасылы араласып жүрдік қой. Ешқандай басында Арманда жаман ой болған жоқ. Бірақ уже ол кісі ақшаны жібермей бастағаннан бастап мен Арманға айттым: Арман, сен алданғаныңды түсіну керексің. Біз жаңағы үлкен ұлым айта берді ғой, ол кісі уже уақытты созып жатыр, сендер қайта-қайта ақша апарып беріп жатырсыңдар, олай болмайды, сендер жаңағы органдарға хабарласыңдар деді. Арман қазақшылыққа салынды. Мен оның анасы біздің үйде болды, қолымнан шай ішті. Қалай ондай итікке барамыз? Я вытащу эти деньги деді маған. Бірақ бұл кісінің заводына кіру, бұл кісімен телефонмен сөйлесу өте қиын. Даже ол кісіні ұстайтын кезде де мен Астанадамын, ана қаладамын, мына қаладамын дейді. Мен бір жұмыстармен бір жерге барсам, ол кісі келесі не деп отыр ғой, аты не еді? Столик деп отыр. И мен следовательдарға соны не істеймін? Таспаға түсіріп жіберем. Алдында ғана следователь айтқан, ол кісі телефонын өшіріп тастайды, ролтермен жүреді деді. Жаңа қай жерде жүргенін таба алмай жатырмыз деген сияқты. Бас аяғы қанша сума бердіңіздер Калилханға? Бас аяғы бізге қайтаратын сума ол 66 миллионды бізге қайтару керек болатын. Біз берген ақшадан 83 миллионнан тек қалған жібереді да 66-сын жібермейді. Түсінесіз ба? Ол кезде Арманға айтам ғой: Арман, он тебя завтраками кормит. Ол болмайды ғой олай. Сен өзіңді аясайшы, ол сені аяп жатырған жоқ деген кезінде мен қазір оған қырсығатын болсам, мен ол ақшаларды ала алмаймын деп айтты. Себебі ол телефонды көтермейді, заводың алдында күзет тұр, біз кіре алмаймыз, маған постоянно контакт керек деді. Сосын жарайды, үйдің жаңағы отағасы айтып отырғаннан кейін келсесің ғой соған. Бірақ ол үлкен қателік болды. Ол кезде Арман естігісі келген жоқ. Мен бәрібір бір күні ол маған былай деп айтып келді: бұлар Турцияға қашайын деп жатыр деді. Турцияға көшет дегенде сөз жоқ, Турцияға қашайын деп жатыр деп айтты. Мен бұлармен жұмыс жасаймын деп барамын. Себебі қазір үйден паспортта кетіп бара жатты ғой, не рабочий виза жасатам деді. Сол жақтан пәтерлер көп адамдарға ұсынып жатыр, сол жерден пәтер алам деймін. Любой момент біз ол пәтерді сатып жібере аламыз. Мен қазір барып, я должен те деньги вытащить деді. Себебі ол ақша балалар есейіп қалды, жаңағы балалардың біліміне құйылатын қанша уақыттан бері жиналған ақша, арасында қарыздар алдық, ана өтірік, ол әшейін скан екен, өтірік таблоны көрсетеді екен. Арман қайтыс болғаннан кейін менің ұлым мынандай ақпараттар айта бастады. Ол кісінің бұрында сотталған жайлы. Фамилиясы Тұрысбеков Калилхан болған. Кейінен уже жаңағы өзінің судимостін өтегеннен кейін олар базада тұрмай ма, бір нәрсесі бар екен ғой.
осындай мошенничествомен сотталған жайлы маған ол жайлы Арман маған еш уақыт айтқан емес. Оны үлкен ұлым айтты. Сондай сол жаңағы материалдар жинадық қой. Англиядан жаңағы нелерді, қағаздарды алдырдық. Содан кейін қызымның перепискасы бар. Оған сотқа бәрін көрсеттік біз. 11 эпизод бойынша жаңа Иман Мадидің несі болды? Соты болды. Бәр эпизодты өте бізбен жарысып тұрып бәрін айтып береді, бірақ ақшаны алған жоқпын дейді. Менің ісіме байланысты да қалған жаңағы 11 адамның ақшасында. Қай кезде, қай жерде ұмытпай айтады барлығын. Бірақ жаңағы ақшаны қайтарасыз ба деген кезінде мен ақшаны алған жоқпын дейді. Бізді ешкім қылмыстық іске әшейін кіргіздірмейді, қолында құжаты жоқ адамдарды. Соның барлығын сот ести тұра 66 миллионымнан 7 миллион ғана қалдырды. Біз қазір апелляцияға беріп жатырмыз. Келіспейміз ол шешіммен. Біз ғана емес, жаңағы 11 эпизодтағы кісілердің барлығы. Себебі біздің ойымызша дұрыс шешім шыққан жоқ. 11 эпизодпен 6 жылға қаншама адамдар бар, қолдарында құжаттар жоқ, жаңағыдай наличка апарып берген, олар бұл іске қосыла да алған жоқ. Арман ағамызға оралайықшы. Арман ағамыздың денсаулығы бұрын соңды сыр берген бе? Жүрегі ауру немесе басқа да бір денсаулығына байланысты арыз шағымы болған ба? Арманның соңғы жылдары жаңағы интернет жүйесіне өзі салып жатты ғой, мойнына операция жасалынды. Ол мойнына операция жасалуының себебі бұл 95 жылы басы жарылады Арманның. Осы Қалқаман больницасында 1 жыл жатады. Егерде былай жақынырақ Арманды жақсы танитындар, былай білмеймін енді телевидениеден көріне ме, көрінбей ме, мына жерінде үлкен рубец бар басында. Сол себептен қатты сөйлейтіндігі бар, бір құлағы естімейді. Қан миға кетпей, құлағынан пердесін жарып, құлағынан шыққан қан. Құлағы былай тігіліп кеткен. Соның последствиялары деп, жаңағы мойны қатты ауырды ғой, сосын Корея еліне барып ота жасаттық. Ота жасатып келді, тоже 2018 жыл. Сол жағынан нелер болды, бірақ бетіп жүрегім ауырып тұр, жүрек жайлы ешқандай медициналық нелерге хабарласқан емеспіз. Скорыйда шақырған емеспіз, жүрегі ауырып жатыр деп. Бірақ соңғы кездері осы нәрсе біздің отбасымыздың берекесін алғаны бар. Себебі сені күніге жұмысқа барған сияқты ақшаңды сұрау біреуден, өз ақшаңды, өте ауыр нәрсе екен. Сол нәрсе Арманды шаршатқаны бар. Ол түсінді алданған, бірақ барлық жағдайды жасады, жаңағы ақшасын қайтару мақсатында. Бірақ қазақшылыққа салынып жасап жатты. Оны аяп, ол кісі аямаға, мен айтам ғой, ол кісі сені аяп тұрған жоқ, сен өзің жазғаныңды, бізге айтып жатырғаныңды жазшы деймді, мен саған оқып берейін, или өзің оқы. Егерде естімей жатырсың. Біз алдандық, да оны біз қабылдай білуіміз керек деген сияқты жаңағы айтып жатырмыз. Сол кезде де қоймайды, Айкона келіншегі араласып жатыр деп айтады. Барлығын өзім, я сам вытащу эти деньги деп айтады маған. Соңына дейін жаңағы жігіттікке салынды ғой. Соңына дейін, не в свою пользу. Бір ақпарат беттерінен көзім шалып қалды. Жаңағы соңғы уақытта Арман аға отбасымен жақсы болмады, сыртта жүрді деген секілді ақпараттар шықты. Расында солай болды ма? Арман, ол Арманды үйден шығарып жіберу үшін как надо, ол өзін неге бермейтін адам ғой, ат неді, оны қалай, ол кішкентай балама, ол бір нема үйден шығарып жіберетін. Біз барлық уақытта
қандай жағдай болмасын, ажырасам дейтін болса, кететін еркек ол кетіп қалады ғой. Оны ештеңкемен ұстай алмайсың. Біз заңды ажырасқан емеспіз. Ол жаңағы Иман Мадидің ақшаны бермеудегі бір айласын түрі ғой. Жаңағы соған подписываться еткен журналисттарға таң қаламда. Оларда бір балашаға бағып отырған адамдар шығар. Олардың да кішкентай балалары бар шығар. Неліктен бір Арманнан сондай бір жалған ақпарат бойынша өш алғысы келді. Әлі Арманның өзінің уже көзі жоқ. Қалған арттағы балалар мына жалған ақпаратты қалай құртады деп ойлады екен деймін да. Ол кісімен мен ажырасқан емеспін, бірге тұрдық. Біз ЖК-да тұрдық қой ол кезде, мына Сатпаевадағы үйде. Консьержі көреді, көршілерім бар. Білмеймін, Арман қайтыс болардың алдын не дейді, балаларын сағынды. Біз не космосты тұрамыз ба, бізді сағынатындай. Или адресін ұмытып қалып ба Арман. Біз жаңа жылды бірге қарсы аламыз, бірақ ана кісілер кетіп бара жатыр, солармен кетем деп жаңағы мен, кіші ұлым, үлкен ұлым шығарып саламыз ғой заводқа. Бірге тістерін бәрін жөндеттік біз. Оның барлығы тіркелген нәрсе ғой. Енді жаңағы клиникаға барамыз, тісін жөндетеміз, себебі жаңағы Европада тісін жөндеткен қиын болады деген сияқты. Сол январь айында дәрігерге бардық бірге. Енді Арманды үйден қуып жіберетін адам бірге жаңа жылды қарсы ала ма, бірге онымен дәрігерге барып жүре ма, білмеймін енді. Кімнің аузына мен қақпақ боламын деп шештім. Неге сіз сұхбат бермейсіз? Енді менің айналамда күйеуім қайтыс болды деп сұхбат берген адамдар болған жоқ. Мен үшін қалай айтсам болады сізге, өте ауыр кезеңдер. Балаларыңа мен мына жақта ауырып жатырмын, балаларым мына жақта ауырып жатыр, әкесін сағынады. Сосын жаңағы Арманды өте жақсы көретін адамдар мынандай ақпарат не істеп жатты, жіберіп жатты. Соның барлығына төтеп беру маған оңайға соққан жоқ. Сосын мен ұлым айтты, үлкен ұлым, бәрін заң жүзінде шешеміз. Бәрі заң жүзінде, әлі келеді уақыт ақпарат беруге, сол кезде шығамыз. Әзірге тексеретін болса, жаңа журналистер болсын, Арман қай жерде қайтыс болған. Есть факты. Қай жерде Арман? Ол бір закрытый дело емес қой. Ауызов ауданына барса, тіркелген факт бар. Ал енді Арманды шығарып жіберіпті, Арманды не знаю, мен білетін Арманды шығарып жіберу, Арманға балаларын көрсетпеу. Арман спокойно өзін қорғай алатын адам. Енді қазақ айтады, тас түскен жерін ауырды дейді. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой. Арман аға өмірден өтіп жатты, әртүрлі ақпараттар тарап жатты. Сонымен қатар өзіңіз баяндап берген қарызды қайтару жолы бар. Сөйтіп жатқан жағдайда тағы да бір қайғылы оқиға сіздің өміріңізде орын алды. Орны толмас қайғы. Абылай Арманұлы өмірден өтті. Осы оқиғаны бастан аяқ баяндап берсеңіз қалай болды? Қалай көрдіңіз? Біз осы жаңағы астарлы ақиқаттан Арман жер төлеуде қайтыс болды деп сентябрьдің аяқ жағында, осы сентябрьдің шатаспасам 20-ларында еді, сол анонстар шыға бастады ғой. Содан кейін жаңағы мен басында айтып кеттім сізге, Абылай басқа компаниялардың жаңағы зардап шеккен юристармен кездесіп жүрген сәттер тұғын. Себебі мен даже перепискамда Абылаймен юристармен кездестің ба деген сияқты сөздерім бар.
7 октябрь күні 2024 жылы мен маған қоңырау соғылды. Сағат, қазір даже сізге точно уақытын айта аламын. Мен даже Аблайға юристке хабарластың ба деп айтып жатырмын, жазып жатырмын. 7 октябрь күні сағат 6-лар шамасында сәл одан ертелеу хабарласты. Аблайдың жақын араласатын көрші болып тұрған бала болатын. Сол бала тәте Аблай қайда деп қоңырау шалды. Ол бала өте мүлдем маған қоңырау соғатын адам емес еді. Аблай жұмыстармен жүрген шығар, кейде жаңағы ескертеді. Мама, мен қазір кездесуге кетіп бара жатырмын. Неңді көтермесем телефонда, уайымдамаңыз, маған бәрін жаза беріңіз, мен сізге жауап берем деген сияқты. Сосын жай іздеп жатырсың ба деп едім. Бір балалар сұрап жатыр еді, бүгін кездесу керек екен Аблаймен. Соған қоңырау соқсақ, телефонын көтермей жатыр деді. Мен айттым, қол тимей жатырған шығар, қол тисе шығар жаңа нелеріңе деді. Ойымда ештеңке жоқ. Сон алдында Аблай маған сообщение жазады. Сағат 2:18-де, бұл 7 октябрь күні, мам, я сейчас деньги вам закину, пусть у вас полежат. Потом, когда попрошу обратно, закиньте, пожалуйста. Мен айтам, хорошо, как скажешь. Артынша жазам, юристке хабарластың ба 1 сағаттан кейін. Себебі жаңағы нелермен кездесіп жатты ғой. Иман Мадидің тірлігі бойынша юристармен. Юристке хабарластың ба деп сұрақ қоям, балам жауап қайтармайды. Содан кейін кіші ұлым 7 сабақтан кейін шығады, маған қарай келе жатады, мен оған қарай қарама-қарсы жолда келе жатырмыз. Ұлымды көремді, сразу маған айтты, Аблай қайда деді. Сосын мен айттым, Аблай тірліктеріме шығар, ешқандай тревожный состояние болған жоқ, как всегда, спокойно. Сосын жай сұрадым ба деп едім, маған жаңағы Аблайдың балалары звондап, Аблай қайда деп қайта Аблайды іздеп жатыр, қоңырау соқты деді сабақ кезінде. Онда да мән берген жоқсыз? Мән берген жоқпын. Сосын машина келді, біз таксиге отырып үй жаққа қарай шықтық. Пока пробкамен жетем дегенше 8-дерден өтіп кетті ау деймін. Үйге келдік, жаңағы кіші ұлымды, үйде әкем бар, жаңағы шайларын беріп жатырмын. Есіме қайтадан түсті. Аблайды балалар іздеген, Аблай әлі хабарласпай жатырған. Ойымда ештеңке жоқ. Біз жаңағы пәтер алдық дедім ғой, черновой. Сол пәтерді алған, өзі бір пәтер ғой, бір площадкада 2 пәтер тұратын болса, соның мына жағы 140 квадратты. Әкесі қайтыс болғаннан кейін айтты, маман, осы пәтерді 2-ге бөліп сатып жіберсек қалай болады? Сізге жаңағы район ұнамайды. Сосын бала кішкене алдансын деп, жарайды деп, сөзін жерге тастаған жоқпын. Жарайды балам. Ремонтымен Аблай айналысып жүрді ғой. Барлығын Аблай жасады. Жарайды дедім, қалай айтасың? Мен сол шешіміңді қабылдаймын. Біз, менің 83 жаста әкем бар, мамам қайтқаннан кейін ол кісі біздің қолымызда тұрады. Уже 19 жыл болды ғой, биыл декабрьде 20 жыл болады. Жаңағы қазір 13 жаста кіші ұлым. Сол үшеуміз мына жағында тұрамыз, бөлінген пәтердің, ал мына жағында Аблай тұрады. Бірақ ол әшейін айту тұрады деген, жататын кезде бөлек жатады, тамағымыздың барлығы бірге ішеміз, бірге. Мен енді өмірімнің бәрін осы балаларға деп арнадым ғой. Маған да тамақ батпайды.
балаларсыз бірге тамағымды ішемін, бірге күлем. Олардың көңіл күйі жақсы болса, менің көңіл күйім жақсы. Жаңағы сөйтіп таңымыз атып кешіміз батып жатырған жайымыз болатын. Жатуға былай со жаққа кетеді. Кейде жаңағы кіші інісі со жақта жатады, кейде мен барып жатамын деген сияқты. Не обязательно, что ол жақта ғана Абылай не істейді деген сияқты. Бір өзі жеке тұрып жатыр деген сияқты, ондай ешқандай не жоқ. Ақпарат құралдарында сондай жалған ақпарат шықты ғой, бөлек тұрады екен деген сияқты. Жағы кіші ұлыма әкеме шайларын бердім да, ойымда ештеңе жоқ. Неге бардым? Жағы Абылай жаққа өттім. Есік ашық тұр екен. Кіші ұлым ары бері жүгіріп жүре береді ғой екі ортада. Ол да жаппаймыз онша есікті. Сөйтіп есікті ашам, светті жақтым, ұлымды көріп тұрмын. Ұлым тұр, аяғы жерде, аяғымен басып тұр, аяғын ештеңе ілініп тұрған жоқ. Екі қол артында арқанмен байланған, мойнын былай, мойны байлаулы, бүйтіп сүйеп кеткен сияқты. Аяғы жалаң аяқ. Мен түсінбеймін не болып жатырғанын. Мен сөйлеп жатырмын ұлыма: Абылай, ол еш уақытта мені бір андай қорқыту, ондай жоқ. Вообще ондай нәрсені ұнатпайтын бала. Жаңағы түсінбеймін не болып тұрған. Сасып қалдым, әрине. Скорыйға хабарластым. Кіші ұлымды құрбым бар тұғын, маған жақын тұратын. Соған салып жібердім, потому что ол қайта-қайта екі үйдің арасында жүрген бала ғой, соны көріп қалып, жаңағы қорқып кете ме деп құрбым үйіне жібердім. Скорыймен сөйлесіп жатырмын. Сол екі ортада жаңа мен күні бойы болған жерде бір құрылыс жұмыстарын істейтін бір кісі болған. Мен балама жаңағы мектепке алдына шықтым дедім ғой. Сол кезде сумкамды қалдырып кеткем ғой. Сөйтіп сол жердегі кісіге звондаймын: сіз маған сумкамды әкеп берсеңіз, туда обратно жолыңыз төлеймін, сосын рахметімді айтам деп. Сол екі ортада сол кісі келеді ғой, мен затымда келеді. Скорый маған айтып жатыр: біреуден көмек сұраңыз, құлатып алмай жаңағы баланы жерге жатқызыңыздар деп жатыр. Сол кезде жаңағы біздің үйге кіретін болсаңыз, типа зал студия сияқты ғой. Стол мына шетте тұр, орындық, өзі 4-ақ орындық. 4 орындық столға кірулі тұр. Мен бір қолымда телефон, ана ненің скорыйдың айтып жатырғанын жасап жатырмын. Ана кісіге попросила: сіз құлатып алмаңыз, ұстаңыз, мен баланы шешем деп. Соның барлығын мен жасадым. Баланы жатқыздық, артынша скорый келді. Скорый өте тез келді. Скорыйдың артынша жаңағы полиция келді. Өздерін таныстырып жатты. Сол кезде маған қоңырау шалады. Абылайдың қоңырау шалып жатыр. Маған следователь айтады: көтеріңіз. Кім дейді? Мен айтам: мен білмеймін. Номер таныс емес. Сіздің телефоныңыз? Мен телефоныма. Номер таныс емес деп айтам. Сөйтсем, маған айтады следователь: Абылайдың қайтыс болғанын айтпаңыз, просто кел сөйлесейік деп айтыңыз дейді. Сосын телефонды көтерем: сәлеметсіз бе, мен жаңағы Санжармын, Абылайдың досымын, Абылай телефонын көтермей жатыр, сізбен сөйлесейін деп едім. Мен айтам: жақсы, сіз қайдасыз? Мен айтам: мен үйдемін, мен келсем бола ма? Мен осы жақын арадамын. Я говорю: келіңіз, күтем.
Сосын следователь айтады, қазір келген кезінде біз жан жақта тұрамыз, далада далада тұрмын, айтады, далаға шығыңыз, біз жан жағыңызда боламыз, бірақ айтпаңыз, абылай қайтыс болды деп дейді. Сосын айтып жібереді. Ол бала жүгіріп келеді. Жүгіріп келген кезінде бірінші сөзі, мен Абылайдың досымын. Мен айтамын, мен сені танымайды екенмін. Бұрын соңды көрмегенсіз? Көрген жоқпын. Бұрын соңды көрген жоқпын. Мен досым, Абылайға көмектесейін дедім. Мен оған ақша бердім. Не үшін Абылай ақшаны алды деген кезімде, мен 49 миллион теңге дедім, банктан, бұл квартира неде тұрды деді, ат неді, банкта тұрды, соған 49 миллион төледім. И сол уақытта уже следователь жақындады қасымызға, баланы алып кетті, мен ішке кірдім, и сол екі ортада әр ауданның басшылары келе бастады. Басшылары келе бастады, прокуратурадамын деді, мен есімде қалғандары, анау да департамент полициядамын деп бір кісі жаңағы танысып амандасып жатты. Сомен жаңағы Абылай жаңағылардың қасындағы балалардың барлығын неге алып кетеді, жаңағы следовательдер. Мен үйде қалам, Абылайды судмедэкспертизаға алып кетеді. Іс убийство деп тіркеледі. Басында мен айтам, қалай убийство? Неге убийство деп тіркеліп жатыр деп сұрамаймын. Мен енді бұндай нәрсемен еш уақытта не істеп көрген адам емеспін. Адам қолын артқа байлап өз-өзін өлтіре алмайды. Сондай нәрсе айтты. Жүреді. Одан кейін мен кетті, Абылайды жерледік. Абылайдың телефоны ашылған жоқ. Басында ашылған жоқ. Сосын АФМ арқылы ашылды телефоны. Мен жаңағы показания бердім, қалай ұлымды тауып жөнінде. Әпкесі Англиядан келді. Ол показаниясын берді. Сөйтіп күнім РОВД мен үйдің арасында өтті. Одан ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Уже соңында следовательге кіре алмайтын жағдайға жеттім. Ол жердегі балалар, менің үлкен балалар мен жасты балалар ешкімге әйтеуір кесірім тиіп кетпесін деген ой ғой, әйтеуір. Бірақ балалардың тәжірибелері мүлдем жоқ. Ол балалардың үстінен қарайтын жаңағы старший следователь и так далее кете береді екен. Оларға кірудің өзі бір оңайға соқпайды. Жаз айында Мұқаш Санжар маған хат жолдайды. Почта, жаңағы курьер бір қағаз әкеп береді, Казпочтадан. Ішін оқысам, Мұқаш Санжар жаңағы пәтерді босату туралы, жаңағы ескерту ма, не деп айтады қазақша, ескерту. Сосын мен оны адвокаттарыма жіберем, следовательға қайтадан звондаймын. Пәтер арестта емес па? 2024 жылы соттың шешімімен 2024 жылы 15 октябрь күні квартира арестке қойылған. Әлі қылмыстық іс жүріп жатыр. Қалай бұл кісі мені сотқа береді? Деген сұрақтарды мен адвокатқа қоя бастадым. Сосын ол кісі уже мен сотқа берген екен. Жағы сот октябрьда мені бітті. 2025 жылы 24 қазан күні
қазан ғой да, октябрь. Мгм. Қазан күні сот шешім қабылдады, мені пәтерімнен шығарсын деген. Мен ол соттың шешімімен келіспеймін. Мгм. Себебі біз сотқа қанша мәрте сот барысы жазылады. Сот барысы жазылады, сол жердегі цивилист кісі, жаңағы адвокат, қылмыстық істегі кісі сотқа қатысты. Сіз делоны алдыра аласыз, сіздің сондай неңіз бар. Құзыретіңіз бар. Иә, себебі кім Мұқаш Санжар пәтерді кепілдікке алдым деген несі бар. Біріншіде жазған түсініктемесі бар. Пәтер жаңағы соттың шешімімен арестта тұр деген сияқты барлық біздің тарапымыздан ескертілетін заттың барлығын айтқанмен сот оған мән берген жоқ. Мгм. Және тағы бір ескере кететін жайт, негізі қылмыстық іс жүріп жатқан кезде азаматтық сот шешім шығармау керек. Иә. Маған былай деп айтты ғой, қазір ешкім басы екеу емес. Өмір бойы органда жұмыс жасап, жаңағы следователь болып зейнетақыға шыққан кісілер бар. Қаншама адамнан консультация аласың ғой, жаңағы Айсұлу не істеп жатырсың, бізден не көмек деп хабарласып отырған адамдар айтқан кезінде сот шешімі тоқтатылсын деп, сондай сот шешімі шығады деді. Ешкім басы екеу емес деді. Бірақ сот пәтерді босатсын деген шешім шығарып тұр. Айсұлу ханым, сіз ол пәтерді қазір босатуға дайынсыз ба? Жоқ, әрине, дайын емеспін. Ол пәтердің құны 140 миллион тұратын болса, Мұқаш Санжар пәтер 65 миллион теңге бердім деп тұр. Енді 65 миллион теңге берсе, неге бүтін пәтерді менен алғың келіп жатыр деген кезінде, я должен заработать деді. Мен ол баланы шақыртып, жаңағы балалардан сәлемдемесін, Аблай қайтыс болған екен, әлі 40 болған жоқ, телефон әлі ашылмай жатыр. Маған сәлемдемесін жіберді ғой балалар, Аблайдың достары арқылы. 40 күн өтсін, сосын пәтерді босатсын деген. Сол кезде мен Санжарды үйге шақырдым, сөйлесейін деп. Сонда сен маған пәтерді босат деп тұрсың ба деп сұрадым ғой. Сол кезде айтты, я, мен сізден пәтерді босатуды сұраймын. Себебі мен хотел заработать деді. Ол менен бір ұялып та тұрған жоқ. Досымын, досыма көмектескім келді дей тұра, маған пәтерді босатуыңызды сұраймын деп тұр. Осын барлығын следовательге айтып жатырмын. Жаңағы ол банкке барып, Мұқаш Санжар 49 миллион төледім деп тұр ғой, жаңағы сот барысында. Қалғандарын наличкамен бердім деп тұр. Ақыр осындай үлкен суммалар туралы жаңағы әңгіме жүріп жатыр. 49 миллионды жаңағы банкте төледім деп тұрсың, қалған наличкамен. Қалай сен маған дәлелдей аласың бергеніңді? Келген кезінде мен сөйлескен әңгімелерім осы болды. Бірақ ол бала ештеңкеден тай салып тұрған жоқ. Сіз Аблай жаңағы процентпен қайтарам деп айтты. Сіз пәтерді босату керексіз. Ол маған қайтарған жоқ. Пәтерді мен алуым керекпін деп айтып тұр. Айсұлу ханым, егер сізді осы пәтеріңізден қуып шықса, басқа пәтеріңіз бар ма баратын? Жұмысыңыз бар ма істеп жатқан? Бұл пәтерде мен қуатын болса, басқа пәтерім жоқ. 83 жасар, көзі көрмейтін әкем бар. Анам қайтыс болғаннан кейін әкемнің көзі көрмей қалды. Біз 5 мәрте ота жасаттық көзіне, бірақ одан ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Сол әкем менімен бірге тұрады. 13 жасар ұлым бар. Қазір Аблай қайтыс болғанымен денсаулығым сыр берді. Осы отырғанда дәрімен отырмын. Жұмыс жасап жатырған жоқпын. Бұрынғыдай арқа сүйер азаматым жоқ. Аблайым жоқ. Баратын жерім жоқ.
Бұл сұхбатқа келген себебім президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлынан көмек сұраймын. Құрметті президент Қасым Жомарт Кемелұлы, мен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері марқұм Арман Дүйсеновтың жұбайы Айсұлу Айданқызымын. Алматы қаласының тұрғынымын. Сіздің Алматы қаласы сотының әділетсіз шешіміне назар аударуыңызды өтініп көмек сұраймын. 2024 жылдың 7 қазанында 21 жастағы ұлым Дүйсен Абылайдың пәтерімізде екі қолы байлаулы, аяғы жерде тұрған, мойнынан сүйеп байлап кеткен өлі денесі табылды. Көптеген деректер анықталса да, бұл іске қатысты тергеу әлі нақты шешімге келген жоқ. Екі қолы артына байланған адамның өзіне қол жұмсауы мүмкін бе? Бостандық аудандық полициясы дәлелді жауап берген жоқ. 24 қазанда 2025 жылы Бостандық аудандық соты менің пәтеріме қатысты әділетсіз шешім шығарып, 13 жасар ұлым, 83 жастағы қарт әкем және мен тұрып жатқан пәтерден шығуымыз туралы заңға қайшы шешім шығарды. Ал пәтер үшін дауласқан тұлға Мұқаш Санжар ұлым Абылайдың өліміне байланысты жүргізіліп жатқан тергеу барысында мен Абылайға тек қарыз ақша бергенмін, пәтерді кепіл етіп алдым деп анық көрсеткен. Осы туралы тергеу сотының 2024 жылғы 15 қазан және 2025 жылғы 30 шілдедегі қаулыларында бекітілген. Демек, сот сатып алу келісім шарттың жарамсыз деп тануы тиіс еді. Марқұм Абылай мен Санжар Мұқаштың екеуі ара WhatsApp-тарында соңғы тек 65 миллион теңгені өте жоғарғы пайызбен бергені расталды. Соттың шешімін заңға қайшы деуге негіздер жеткілікті. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, осыған байланысты сот төрелігінің әділетті болуына ықпал етуіңізді сұраймын. Самоубийство деп істі жауып тастаған. Ол туралы маған, менің адвокаттарыма ешкім ескертілген жоқ. Бұл іс мүлдем жылжымағаннан кейін біз МВД-ге бардық, Астана қаласына адвокатпен. Сөйтіп, қазір проверкамен келген кезінде ғана естідік сол кісілерден, что самоубийство болып іс жабылып қалған туралы. Бізге ешкім айтқан жоқ. Қазір тергеу қайтадан жүріп жатыр. Не болды? Қазір айтам сізге. Следственный эксперимент. Менің баламның бойы 1,80. Жаңағы военный кафедрада өткен кезінде мынандай құжаты болады ғой баланың. Сол жерде бәрі жазылып тұр. Сол следственный эксперимент болады дегеннен бастап, мен сол карточкасын столдың үстіне қойдым, күттім. Судмедэксперт келеді екен. Біздің следователь сол кезде ғана следственный экспериментте бірінші мәрте пәтерге келіп тұр. Оға дейін бірде-бір мәрте следователь келген емес. Түсінесіз бе? Сол следственный эксперимент кезінде келіп тұр. И манекенді маған береді. Манекен мен бойым 1,60, кішкентай. Мен айтам, балам бойы 1,80 ғой. Жаңа қолынан шыққан арқаны қайда, мойнын байлап кеткен арқаны қайда десем, судмедэксперт мен бір мазақ қылған адам құсап, қысай ғой, шнурогын мен көзімше шығарып, где-то вот так. Оның барлығы таспаға түсірілді. Олар өз жағынан да түсірді, мен өз жағынан да түсірдім. Одан кейін мен департамент полицияға барып осы жағдайды айтып бердім. Соттың шешімі бар, қайтадан дұрыс следственный эксперимент жүргізсін деген. Почергіне байланысты, Абылайдың почергі ма, Абылайдың почергі емес па, сол жөнінде көптеген соттың шығарылған шешімі бар, жасалсын деген. Оның біреу жасалынып отырған жоқ. Яғни сіз ұлыңыздың өліміне қатысты өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды деген шешіммен келіспейсіз? Өз-өзін жоқ, келіспеймін. Неге? Менің ісім бойынша 1 жыл болды баламның жаңағы қолы артына байлау тұр, убийство деп істі қозғайды. Онымен ешкім айналыспайды. Мен толыққанды қазір сол адамдарды алдыма қойса да мен айтарым.
Айсұлу апай, ертең келіңіз. Айсұлу апай ровд-ның алдында қонып жатыр. Хоть Айсұлу апай қазір кіріп кетіңіз десе, мен олардың уақытын жемеуге мен ісіме байланысты тірлікке жүгіріп жатырмын. Следовательге көп нәрселерді телефон ашылғаннан кейін кім қанша мәрте қоңырау соғылды, кім Абылайға қандай сөздер айтылды, барлығын жаңағы түске бөліп жасап берді мен қызым. Оны не істеуге болады? Аты не еді? Тексеруге болатын нәрсе ғой. Мен қызым следовательге. Жарайды, ол менің ісіме байланысты нәрсе, маған керек болғаннан кейін оны айтып тұрғаным жоқ. Просто енді бұл тараптан да жұмыс жасалыну керек емес па? Мен бір басқа бір нәрсе сұрап тұрғаным жоқ сияқтымын. Кімге баруым керек мен? Айсұлхан, Абылайдың басқа достары сізге хабарласып тұра ма? Халіңізді біліп. Абылайдың басқа достары хабарласып тұрады. Жазда мен туған күнім болды. Туған күнімде Абылай жақ гүл шоқтарына толды, сенесіз ба? Телефонды қоям, курьер хабарласады сізге. Абылайдың жолдастарынан гүл, сізге Абылайдан гүл. Мен кішкене қорқып кеттім, если честно. Сөйтіп қызым айтты, сенімен ұлың сөйлесіп жатыр. Мама, он тебя любит. Абылайдың досымын дейтіндер қасымда сол күні, туған күнім күні, Абылайдың достары маған дастархан жайды. Әрқайсынан Абылайды көрдім. Қасымда болды сол күні. Таңертеңнен кеш батқанға дейін хабарласып тұрады. Алихан деген досы, әпке шай ішейік. Абылайды көп еске аламыз екеуміз бірге. Абылайдың кіші інісін қыдыртуға апарып келеді. Досымын дейтіндер хабарласып тұрып үйге келеді. Бірақ телефон ашылғалы бері кейбір досымын деп жүргендер жоғалып кетті. Сосын телефон ашылмай тұрып, сол досымын деп жүрген балалар басқа ақпарат берді ғой, телефон ашылмай тұрған кезде. Бірақ мен барлық переписканы оқып шықтым. Сол балалардың айтқан сөзімен бәрін қалай айтсам болады? Сәйкеспеді ме? Иә, ешқандай сәйкестігі жоқ. Арман аға да өнерде жүрген көп азаматтардың жолын ашты. Қазақ сахнасында жарқырап жұлдыз болуына ықпал етті. Ол кісілер сізге хабарласып тұра ма? Халіңізді біліп? Иә, әрине хабарласып тұрады, бірақ мен олардан рұқсат сұраған жоқпын, аттарын атай алам ба деп. Бірақ осы жағдай басыма түскен кезде Арманды білеміз деген адвокат кісілер, көмегін әлі күнге дейін беріп келе жатқан қасымда адамдар бар. Кім Арманның досымын деп өзін есептеді, сол адамның барлығы қасымнан табылды. Менімен байланыста әрдайым көмектерін аяған емес, қасымнан табылатын уақытта табады. Қасымнан табылып жатырған Арманның достары, өнердегі болсын, өмірдегі болсын, өте көп. Барлығына алғысым шексіз. Ал Арман ағаның қандай армандары орындалмады? Орындалмады. Арман өзінің бір сұхбатында мен осы өміріме ризамын деген сөзі бар. Баян Мақсатқызына сұхбат
сұхбат берген кезінде Арман барлық уақытта здесь и сейчас деген ұғым бар ғой, соның қадірін білетін азамат еді. Барлығының бағасын білетін. Енді кейде пенде ғой, пендешілікке салынып анау күйбін тіршілік бітпейтін бір кем дүние болып жатады ғой. Бірақ мен білетін Арман барлығына шүкірлік айта алатын бір кем дүниесі сол әке шешесінің осындай дәрежеге жеткенін көрмегендігі. Сосын әке шешесін көп сағынады ғой енді бала. Сол бір кем дүниесі ата-анасы шығар. Ал өнерде жолым болған азаматпын. Маған айтып жататын, жар таңдағанда қателескен жоқпын деп. Мен білетіні осы. Енді осы сұхбатқа дайындық барысында Арман ағаның бір бағдарламаға қатысқан сәтін көріп қалдым. Қателеспесем, бенефис шоу болу керек. Сол жерде Абылай және Абылайдың әпкесі барып қатысады. Абылайдың сөз саптауын, Абылайдың болмысын байқадым да. Енді ана ретінде балаңыздың болмысын сіз маған қарағанда жақсырақ білесіз. Абылай қандай азамат еді? Абылай өмірде қандай адам болды? Абылай жайлы айтатын болсам, аузымды толтырып айта аламын. Мен ол баламен барлық уақытта мақтанатынмын. Даже мақтануға қорқатын аналардың бірі болатынмын. Себебі ол бала кішкентайынан ешқандай ауыртпалық түсірген жоқ. Жаңағы бір бала болып ауырып, или қайта-қайта бір мазаңды алатын. Отырғызып қойсаң, өзі артық кішкене бір досымыз бар тұғын, отбасылық. Почему ты его перекармливаешь деп айтатын, артық салмағы болатын. А ол дастарханнан қарны тоймаса тұрмайтын бала болды өзі. Сосын енді мама ретінде көшеде жүрсең, көтеріп жүрсең ауыр ғой, жаңағы. Постоянно коляскаға отырғызып қоямын. Кішкентай балалық шағын айтатын болсам, постоянно көмектескісі кеп тұратын. Ана даже барлығы дастарханнан тұрып кетсе де, ол анау бір 2 кесе болса да қасыңа апарып береді. Сондай бала болды. Оқыған кезде қамшы салдырған жоқ. Мектепті жақсы бітірді, универді қызыл дипломға бітірді. Әрдайым егерде көңіл күйің болмаса, жаның ауырып тұрса, соны сесіп қоятын, қасыңда бола білетін бала болды. Мен ана кезде Арманның жаңағы балалары Абылайдың 40-ында Абылайдың суреттерінен жаңағы не жасаған екен? Слайд. Сол кезде қараймын, Абылайдың балалық шағы өте насыщенный болған. Жаңағы менде ондай балалық шақ болған жоқ. 21 жыл қасымда осындай баланың, адамның жүргеніне Аллаға мың тақатар шүкірлік айтамын. Мен мақтанамын Абылаймен. Оның анасы болғандықтан ғана емес. Өте сұрақтар көп, бірақ ешқайсына жауап алып отырған жоқпын. Неге бұлай болды? Мен ойлаймын енді жалпы бәрі әділетсіз болуы мүмкін. Бір жағдайда ата-анаң да әділетсіз болуы мүмкін, қоғам әділетсіз болуы мүмкін, заң әділетсіз болуы мүмкін, заңды іске асыратын адамдар әділетсіз болуы мүмкін, бірақ Құдай әділетті деп ойлаймын. Сондықтан көңіліңізді босататын көп сұрақ қойсам, кешірім сұрайын.
біз әділдікке жету жолында осы сұхбатты жасап жатырмыз. Сіздің жан дүниеңізді, сіздің шырылдап жүргеніңізді ел естіп, ерлер ескереді деп ойлаймын. Сондықтан уақыт бөлгеніңізге, келгеніңізге көп рахмет. Әрине сіздің жан дүниеңіз қазір толқып тұр, өте көп көңілді босататын тақырыптар бар. Сондықтан күшіңізді жинап, сабырлықпен, сағынышпен емес, барынша сабырға салынып, жауап бергеніңізге алғыс айтамын. Аман мырза, мен де сізге алғысымды айтқым келіп тұр. Осындай жағдайға түскен кезде көмек күшін аямағаныңызға, барлық жақсылығыңыз алдыңыздан шықсын. Алла разы болсын сізге. Қымбатты көрермен, бүгінгі сұхбатты естіп отырсаңыз, көріп отырсаңыз, бейжай қалмауыңызды сұраймын. Барынша қолдайық, барынша жан жаққа таратайық. Әділетті Қазақстанға әділдік орнауын талап етейік. Сондықтан сіздерден сұранам, мейлінше қолдаңыздар, мейлінше осы сұхбатқа көп пікір жазыңыздар. Және бүгін ағынан ақтарылған Айсұлу ханымның шындығын ескереді деп ойлаймын. Қадірлі көрермен, осымен сұхбатымыз аяқталды. Амантасқан лайф YouTube арнасына тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, және Айсұлу ханымды барынша қолдан келгенше қолдаңыздар. Көп рахмет.